Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен екі түрлі салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Дастарханның сәнін келтіретін, дастарханға қойылған кезде желініп қалатын салаттардың бірі, өте дәмді салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп турап алатын боламыз. Болгар бұрышымызды осындай светофордан алсаңыздар, салатымыздың сәнін келтіреді. Көріп тұрғандарыңыздай, мен болгар бұрыштың барлығын тураған жоқпын. Екі болгар бұрыштың жартысынан кесіп алдым. Жарты бөлігін турап аламыз. Содан соң қиярымызды турап аламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, ірі етіп турап алатын боламыз рет-ретімен. Содан соң алдын ала пісіп дайындалынып қойған етімізді осындай үлкен етіп, жұқа етіп турап алатын боламыз. Салат жапырағымызды турап аламыз. Қызанағымызды да турап аламыз. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Кинза жапырағымызды турап аламыз. Ірі етіп турайтын боламыз. Содан соң сарымсағымызды өте ұсақ етіп турап алатын боламыз. Кориандр саламыз, тұзымызды саламыз, соямызды құямыз. Барлығын төменгі описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Паприкамызды және ащы бұрышымызды салатын боламыз. Үстіне және қызып тұрған майымызды чесногымыздың үстіне құятын боламыз. Барлығын қолдың көмегімен, болмаса қасықтың көмегімен осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей достар, менің салатым дайын болды. Өте дәмді салаттардың бірі, дастарханға қойыла бойы желініп қалатын салаттардың да бірі. Жасап көріңіздер, сіздерге кеңес етемін, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді екінші салатымызға кірісетін боламыз. Бұда да, екінші салатымызда да піскен етімізді, бұда ұзын солонка етіп турайтын боламыз, ұзынша етіп. Осылай видеода көрсетілгендей турап алсаңыздар болды. Және бір сәбізімізді үткіштен өткізіп алатын боламыз. Осындай ұзынша үткіштен өткіземіз. Және болгар бұрышымызды да турап алатын боламыз. Өте жұқа етіп турап алатын боламыз, солонка етіп. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Осылай жұқа етіп турасаңыздар, өте әдемі болады. Және қиярымызды да турап аламыз. Қиярымыздың қатты жерлерін аламыз. Жұмсақ жерін ортасындағысын алып тастаймыз.
Қызанағымыздың да қатты жерлерін турайтын боламыз. Ортасындағы жұмсақ жерін алып тастаймыз. Барлығын ыдысымызға салып, укропымызды тураймыз. Петрушка және кішкене кинза қоссаңыздар да болады. Содан соң сарымсағымызды өте ұсақ етіп турап, сарымсағымызды да қосатын боламыз. Осындай ірі етіп көк жуамызды турап аламыз. Көк жуамызды ыдысымызға салып, соямызды, тұзымызды саламыз. Және кориандрымызды, паприкамызды салып, қара бұрышымызды және үстіне сарымсағымыздың үстіне қызып тұрған майымызды құйып, барлығын бір келке етіп араластырып аламыз. Мінекей достар, менің салатым дайын болды. Өте дәмді салаттардың бірі. Сіздер жасап көріңіздер. Осылай ыдысымызға салғаннан кейін үстіне көк пиязымызды қойып әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, салатымыз дайын. Екі түрлі салатымыз бір-біріне ұқсайды. Бірі ащы салат, бірақ дәмі екеуінде екі түрлі. Жасап көріңіздер. Өте дәмді салаттардың бірі. Сіздермен бірге болған Жанар. Алдағы уақытта бұдан да керемет видеолармен, керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.